Сәлем достар, мен бүгін лимонный пирогтың құрамымен бөліспекпін. Әсіресе бестін шаймен жегенге өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындайтын боламыз. Сары май, қаймақ бөлме температурасында тұруы қажет. Барлығын салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп болған соң 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамыр дайын болғанша пирогтың салмасын дайындаймыз. Бізге 1 лимон, апельсин, қант және міндетті түрде кукурузный крахмал қажет. Картофельный крахмал болмайды. Апельсинді осылай бөліктерге бөлеміз, ішіндегі сүйектерінен ажырататын боламыз. Сыртын алып тастап қоссаңыздар да болады. Мен сыртымен қостым. Лимонды да бөліктерге бөлеміз, сүйегінен ажыратып, лимонның жартысын қоссаңыз да болады. Блендерге барлығын салып, пюре жасайтын боламыз. Пюре дайын болды. Енді отқа төзімді ыдысқа пюрені, қантты, міндетті түрде кукурузный крахмалды салып, баяу отта 15 минут басы біріккенше қозғап тұратын боламыз. Міне салмамыз дайын. Енді пирогтың салмасы суығанша бетіне себетін крошкаларын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май, разрыхитель қажет. Барлығын салып, видеодағыдай крошкалар жасаймыз. Міне крошкаларымыз осылай болып шығады. Демалған қамырымызды алып, тапаға орналастырамыз. Алдын ала пешті қосып қыздырып қоямыз. Қамырды жақсылап жайып, бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпеу қажет. Саусақтың ұшымен көмектесіп, және вилкамен жан-жағын тегістейтін боламыз. Қамыр дайын болды. Міндетті түрде вилканың көмегімен осылай жасап алыңыздар. Пирогтың салмасын саламыз, бетін тегістеп, крошкаларын себеміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне қыздар, пирог дайын, өте керемет, өте дәмді болып шықты. Әсіресе әжелеріміз, аналарымыз шаймен ішкенге өте керемет пирог болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!